Сәтсіздікке ұшыраған тазалаушы, кездейсоқ у беретін қалдыққа түсіп кетіп, бейшара адамнан тірі қаруға айналады. Мелвин мен Дарти фармацевтикалық компанияның қауіпті істерін бүкіл әлемге әшкерелеу үшін біргеді. Дарти бейнебақылау камерасынан компания жалдаған қылмыскерлерді көреді. Мелвин қызға қашуды айтады, бірақ қарсыластары тым көп еді. Асығыс кезінде Дарти флешканы сындырып алады, бірақ өзі қашып құтылады. Ал Мелвиннің жолы болмады. Келесі күні Уинстон ұлы Уэйтке таңғы ас әзірлейді. Әкелі балалы екеуі сыртқа шыққанда, Спенс қарт әйелді пәтерін сатуға көндірмек болады. Уэйт әкесінің көршісі Дейзиді қорғап шықпағанына ренжиді. Бірақ Уинстон кейде адамдар жағдайды өзгерте алмайтынын түсіндіреді. Жұмыста ол дәрігерге барады. Өкінішке қарай оған ми ісігінің жазылмайтын түрі диагноз қойылады. Дәрігерлер оның өмірі 1 жылдан аспайтынын айтады. Тіпті сақтандыру компаниясы да емдеуге қаржы бөлуден бас тартады. Уинстон жұмыс істейтін зауыттың иесі Роберт активтердің кез азайғанына алаңдайды. Халық арасында ол мафиямен байланысқан және өзенге улы қалдық тастайды деген қауесет тарайды. Роберттің ағасы Фрид гангстерлердің басшысы. Олар Дартимен есеп айырыспағанын естіген Роберт ашуға мініп, телевизорды сындырады да, бастаған істерін аяқтауды бұйырады. Фрид бандиттерге Дартидің суретін көрсетеді. Олар оның үйіне баса көктеп кіреді. Бірақ қыз жоқ болып шығады. Дарти алдын ала сезіп, алыстан бақылап тұрған еді. Қылмыскерлер кеткен соң, ол үйіне қайта кіріп, жасырын қалтадағы сөмкесін алып шығады. Осы кезде Уэйт таланттар шоуына қатыспақ болады. Бірақ қатты уайымдап сахнада өнер көрсете алмайды. Тотто бәрін видеоға түсіріп интернетке жүктейді. Жұрт баланы мазақ қылады. Үйіне оралған Уинстон ұлын жұбатпақ болып, үстелмен билеп көңілін көтермек болады. Уэйт әкесінің құжаттарын байқап қалады. Бірақ Уинстон кез жасырып үлгереді де, кейін мүлде қоқысқа тастайды. Кешке Роберт қылмыс әлемінде беделді әкесі Тедпен кездеседі. Роберт әкесінен қарызға алған ақшасын қайтармай жүрген еді. Сол жерге Уинстон да келеді. Ол Робертке 13 жыл бойы компанияда жұмыс істегенін айтып, денсаулығын құтқару үшін компания тарапынан сақтандыру қажеттігін айтады. Роберт аянышты кейіп танытып, кисеге оны қуып жіберуді бұйырады. Уинстон өзін алдағанын түсінеді. Содан кейін зауытқа кетіп қалады. Мұны байқаған Дарти оның соңынан жүгіріп дабылды қосады. Фриц бандиттерді Дартиді ұстау үшін жібереді. Олар кеткен кезде Дарти қоқыс жинап жүреді. Уинстон шуабраны радиоактивті қалдыққа малып, оны қару ретінде қолданады да, күзетшіні ақша салуға мәжбүр етеді. Сыртқа шыққанда ол Дартиге жолығады. Қыздың құтысы сөмкеге түсіп, жарылыс болады. Мұны байқаған бандиттер екеуін қуа бастайды. Дарти жеңіл-ақ қоршаудан асады, бірақ Уинстон өте алмай қалады. Ол жараланып, қалдықта құлайды. Ешкім күткен жоқ, бірақ сол қалдық Уинстонды жаңа тіршілік иесіне айналдырады. Адамдар көріп қоймас үшін, ол өрт сатысымен үйіне қайтып келеді. Ашуға булыққан Уинстон Эйдіпке пепельница лақтырады. Орасан күштен ол қоршауды жұлып алып, төменге құлап кетеді. Сол сәтте Спенс көлігіне бара жатып монстрды көреді де оқ жаудырады. Жаңа күшінің арқасында Уинстон жараларын жазып, Спенстің қолын жұлып тастайды. Бірақ басқа адамдар көмекке келіп, оны шегінуге мәжбүр етеді. Полиция куәгерлерден жауап алады. Ал олар Уинстонды жын деп атайды. Осыдан бастап, қала тұрғындары оны қудалай бастайды. Ұзақ қуғыннан кейін оның күші сарқылып, есінен танып қалады. Ол Гатридің жанында оянады. Гатри одан қорқпайды. Себебі ол Уинстонды қорқынышты етіп көрмейді. Қалаға оралған соң, Уинстон қылмыскерлердің кафені басып алғанын көреді. Қарапайым адамдарды құтқармай кету оған ауыр еді. Сондықтан ол ішке кіріп, бандиттердің бәрін жеңеді. Сыртқа шыққанда полиция оны атуға дайын тұрды.
Бірақ кафедегі адамдар араша түсіп, ол бізді құтқарды дейді. Журналист Уинстонға сұрақ қоюға жүгіріп келеді. Ал Уэйд теледидардан дауысты естіп, әкесін танып қояды. Енді ешкім Уинстоннан қорықпайды. Керісінше, оған сыпайы кек алушы деген ат қояды. Роберт монстрдан өз жұмысшысын танып, бар шындықты түсінеді. Химикаттар оның денесін трансформациялап, оны алып күшке айналдырған. Ғалымдар бұл жағдайды зерттеп, оның кездейсоқтық екенін айтады. Уинстонның сирек гендері химикаттармен әрекетке түскен. Роберт осы тәжірибені қайталауды ойлайды. Бірақ ол үшін Уинстон керек. Дарти Уэйдтің үйіне келіп, әкесінің карточкасын көрсетіп кіргізеді. Ол көргендерін, сондай-ақ анасының компания кесірінен қайтыс болғанын айтады. Сол сәтте есікті гангстерлер бұзып кіреді. Екеуі қашып құтылады. Бірақ бір бандит Уэйдке жасырым құрылғы жапсырып үлгереді. Бұрыштан шыққанда олар Уинстонда жолығады. Ол өз дерті туралы айтып тұрғанда, кенеттен гангстер оған оқ атады. Жұп жасырынады. Бірақ Уэйдке қойылған жучоктың арқасында оларды тез табады. Қақтығыс кезінде Дарти жараланады. Уинстон бандитті өлтіріп, өзі де тығылып тосқауыл құрады. Қауіп сейілген соң, ол Дартиді тауып қоқыс орнына апарады. Басқа амал қалмаған соң, ол оған өзінің қанын құяды. Бұл керемет әсер береді. Олар алдымен ұлын ұрлап кеткен бандиттерді табады да, оларды жояды. Тірі қалған біреуі Уэйдтің қайда екенін айтады. Бірақ Роберттің үйінің маңында қақпандар орнатылған еді. Газ Уинстон мен Дартиді есеңгіретіп, оларды байлап тастайды. Зауыттағы жұмысшылар Уинстонға тәжірибе жүргізіп, өздеріне керекті нәтижеге қол жеткізеді. Роберт ампуланы алып, өзін де құбыжыққа айналдырады. Ол Тедті және оның күзетшілерін жояды. Бұл көріністі көрген киши шошып кетеді. Бірақ өзі де қалған сұйықтықты ішіп алады. Ізді жасыру үшін ол жұмысшыларға Уэйдті өлтіруді бұйырады. Алайда Фриц бұған қарсы болады. Киши бас тартқан Фрица ұра бастайды. Уинстон шынжырдан босанғысы келеді, бірақ күш-жігері жетпейді. Сол кезде ол қышқылмен шынжырды еріту туралы ойға келеді. Ол есікті теуіп сындырып, қолына швабраны алады. Осы сәтте Лейданың сарайы жарылады. Ашуға булыққан Уинстон Робертке шабуыл жасайды. Радиация оған қатты зиян тигізгенімен, Роберт жеңіп шығар еді, егер Дарти көмекке келмегенде. Екеуінің бірлескен күш арқасында олар Робертті жояды. Күтпеген жерден Уэйдтің тірі екені белгілі болады. Оны Фриц құпия өткел арқылы құтқарып қалған. Уинстон олына жақындап сөйлеспек болғанда, кенеттен артынан Киши келіп, Фрица жаралайды. Швабрадан шыққан ұшқын отынды тұтандырып, алып жарылысқа себеп болады. Уинстон көзін ауруханада ашады. Оның жанында кафеде құтқарып қалған әйел отырады. Ол жаңалықтардан корпорацияның барлық қылмыстары әшкереленген репортажды көрсетеді. Әйел ФБР агенті болып шығады. Ол Уинстонға көмегі үшін алғыс білдіріп, барлық айыптауды алып тастайды. Тағы бір жақсы хабар айтады. Оның миындағы ісік жазылыпты. Фильм осылай аяқталады. Бізді қолдап лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз жақында қайта ораламыз.